Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгіннен бастап мен сіздерге арнап жұмыс жасағым келіп жатыр. Яғни сіздерге ұнайтын, сіздерге қызықты, живой, кәдімгі барлығы лайв түрде өтейін деп жатыр. Бұл жұмыс жалпы мен бұған дейін шәкірттерімнің барлығын енді шет жағасын ғана көрсетіп, толық көрсеткен жоқпын ешқайсысын, толық басынан бастап аяғына дейінгі. Енді мен бүгіннен бастап дәл осыған жұмыс істегім келіп жатыр. Сіздер де оны көріп отырсыздар. Қазір маған бір кісі келе жатыр. Сол кісімен танысамыз. Сіздер де көресіздер, қандай саламен айналысып жатыр екен, қандай жұмыс істейді екен, қай жақтан, қанша жаста барлығын білетін боламыз. Қазір сол кісілерді күтіп отырмын. Қазір бір жарты сағатта келем деген. Ол ана жақта келе жатқан сияқты. Мен тұрып алдан қарсы алайын. Ана жақта. Сәлеметсіз бе? Қалайсыз? Асылжан болды. Айзада. Қалайсыз кеттіңізден қалдыңыз? Жеттіңіз бе? Отырыңыз. Мына жақта видео түсіріп отырмын. Ренжімей шығарсыз? Осылай барлығымен қазір осындай форматта істегім келіп жатыр да. Бірден таныстырудан бастап, бір жағынан мына жақта менің оқырмандарым да көріп отырады. Барлығын біліп отырады. Мына жаққа мен онда тіреп қоя салайын. Ал бізге Айзада ханым өзінің келісімін берді. Қазір енді танысайық. Айзада ханым, өзіңіз жайлы ақпарат беріп кетсеңіз, қай қаладансыз, жасыңыз қаншада? Менің атым Айзада, мен Алматы қаласынан боламын. Үйде отырған анамын. Осы кезеңде өзімді дамыту мақсатында сізге келіп отырған көп балалы аналардың бірімін. Жасым сыр бола қалсын. Әйел адам всегда 18-де ғой. Сіз менің сабағымды не үшін таңдадыңыз? Не үшін именно мен? Мен негізінде көп ойландым, күйеуім себебі YouTube сабақты үйрететін адамдар өте көп. Соның ішінде сараптадық. Маған ең бастысы қазақ тілінде жақсы сөйлейтін керек болды, және кез келген уақытта мен ол кісімен кездесіп, керек түсінбеген жерлерімді тікелей өзімен сөйлесіп алғым келген. Сондай кісі іздедік, күйеуім екеуміз. Сосын сізді көрдік біраз уақыттан бері. Бірлес тиктокыңызға кірдім, стриміңізді көріп қалдым, как раз сонымен күйеуіммен ақылдасып тыңдасақ, сіз как раз менің ойымды айтып отырсыз. Мен Алматы қаласынамын, мен осындай жердем, тікелей даже отырған орныңызды айтып отырсыз. Келіңіз, мен кез келген сұрағыңызға жауап беремін, кездесем десеңіз кездесем. Бұның өзі уже шынайылықта, маған сол ұнады. Мен сияқты көп балалы аналар көп қой үйде отырған. Олар, например, онлайн біреу алса, біреу алмайды, қиналып қалады. Оларға лучше үйдің быта оқасы бар бала шағадан кішкене шығып барып жұмыс істеп келген жақсы ғой. Сондықтан күйеуімізбен ақылдаса келе сізді таңдадық. Сіз жалпы бұл сабақтан қандай результат күтесіз? Не күтесіз? Әуелі Алла, иншаллах. Әуелі Алла, сосын сіздің арқаңызда мен өзімнің қазіргі таңда жүргізейін деп отырған бизнесім бар. Соны дамытқым келеді, өзімді дамытқым келеді. Себебі үйде отырып, өзімде бала шаға деп отырып қалдық. Солай ютубты жақсы жүргізіп, негізі кез келген бизнесті жүргізу үшін кез келген адамның қолында үш инструмент болу керек. Ол киім сата ма, или инстаграм магазин ашады ма, әлде кез келген нәрсеге, в общем, тамақ сатса да, қазіргі таңда міне уже дамып кеткенбіз да, бәрі через интернет арқылы да. Солай өзімнің бизнесімді дамытқым келеді, және күтетін нәтижем, иншалла, әуелі Алла, болашақта сіздің арқаңызда жақсы нәтижелерге жетемін деп ойлаймын. Соған өзім сенімділікпен келіп отырмын. Құпия болмаса сіздің салаңыз қандай? Сіз қандай бизнеспен айналысып отырсыз? Қазірше айтқым келмейді. Енді сіз маған алдын ала видео түсірем деп ескертіп едіңіз ғой. Мен оған дайындалып келген жоқпын. Ешқандай дайындалмай, просто келе салдым, үйден жүгіріп бала шағадан шығып. Қазірше сыр болсын, бірақ кішкене айта кетейін. Енді сол сиқырлы өнім, негізінде ол Совет өкіметінен келе жатырған өнім. Бұл өнімді мен өзім балама, анама, бала шағама, жақын туған бауырларыма бәріне сынадым. Әуелі Алла, осы өнімдердің арқасында бірінші анамды емдедім. Прям өзім сенген жоқпын. Осындай сиқырлы, мына өмірде сиқырлы нәрсе бар екен ғой деп мен шок болған бірінші көргенде. Екінші көргенде, одан әрі көзім жетті. Үшінші көргенде, содан кейін уже ой туындады. Неге енді бұны халыққа жеткізбеске? Мен сияқты қиналып жатқан аналар бар, қаншама балдарын емдей алмайды, жан-жаққа жүгіріп, қаншама ата-аналар бар, өмірлері ұзақ болған қалайтын перзенттері бар, соларға кішкене бір жақсылығым тиіп, Алладан сауап алып, сол мақсатта осы YouTube каналды дамыту үшін келіп отырмын сізге. Қалғаны жұмыс барысында айтам дейсіз ғой. Иншалла. Енді
егер сіз осылай тікелей эфир жүргізіп менің парақшамды салып отыратын болсаңыз, заодно сіздің көрермендеріңіз әрине жұмысыңызды бағалайды менің, и заодно әрине менің қандай сиқырлы өніммен, қандай бизнеспен айналысайын деп жатқанымды білетін болады. Онда былай шамалы сәл астарлап сұрақ қойып көрейінші. Мысалы сіз өзіңіздің салаңызда жұмыс істеп ақша тауып жатсыз, иә? Ақша тауып жатсыз. Ал біз деген мына жұрттар, басқа халық барлығымыз сіздің салаңызбен жұмыс жасап көретін болсақ, біз ақша таба аламыз ба? Әрине, әуелі алла. Ақша таба алмаса мен осында келем ба, сіздің сабағыңызды сатып алам ба? Әрине, ол жерде ақша бар. Енді бастаушылар, түк білмей келетін кісілер басында ол жерде үйретеді, сабағы тегін, бәр нәрсені үйретеді. Врач профессорлар болады, бірге жұмыс жасайды олармен. Сол бастапқы олардың орта табысы аптасына 100-150 шығатын болады, иншалла. Аптасына 100-150 мың ба? Так, аптасына сонда бір айда 400 мың ба минимум? Ойбай, жоқ дегенде 400-500 мың алады ғой. Егер былай, енді мысалға мен үйде отырған анамын, күйеуім жұмыста, мен балама үйіме қарасатын адам жоқ. Мен анамын да істеп жүрмін, постоянно, 100%-ға кірісіп істей алмай жатыр менде. Иншалла Құдай қаласа сіздің YouTube сабақты алып 100%-ға кірісейін деп отырмын. Ал вот 100%-бен істеп жатқан кісілердің үйіне қонаққа барғам, үйлері музей, страшный музей, енді аузым ашылып қалған. Және де соңғы үлгіде машиналармен қарап тұрсам, мен кішкентай қыздар балдар да, даже үлкен 80-нен асқан апалар күшті көліктерде жүр, осы саламен жұмыс істеп жатқан. Әр қаладан үй алып тастаған адамдарды көрдім. Оны Құдай қаласа парақшамда видеоларын салам дәлел ретінде. Вообще енді бұл жұмыспен жұмыстанатын болса, әрбір адам болашақта рахмет айтады және өзінің денсаулықтарын 100%-ға жақсартып алады иншалла. Вот уже интрига маған қызық болып тұр, уже қандай сала екені. Құдай қаласа енді оның барлығын енді алдағы уақыттарда осы Instagram, YouTube, TikTokта барлығында бөлісіп отыратын боламын. Сол үшін де сіздер де тіркеліп, каналға тіркеліп, парақшаға тіркеліп, сол жайында жаңалықтардан құр қалмай көріп отырыңыздар. Сіз не дейсіз? Не деймін? Сәттілік. Сәттілік баршамызға, иншалла осылай елге халыққа жақсылығымыз тиіп, Алладан сауап алып, табыстарымыз берекелі болсын. Ең бастысы сіз мені жақсылап дайындаңызшы, себебі мен бұрын соңды онда эфирға түспегенмін, YouTube жүргізгім келеді, бірақ YouTube'тен түк хабарым жоқ, потому что бала үй қанша жыл отырып қалған. Бұл негізінде бұл салаға келгенде мен өзім анам денсаулығы үшін жан-жақтан барлық көрдім, барлығын көмегі болмады. Сосын Алла тағала үйіме бір Тараздан қызды алып келді, жақыннан танымаймын, ұзақ телефонда сөйлесетін. Сол кісі қоймады, Айзада можно к тебе деп орысша сөйлейтін қыз. Сен үйге келгім келіп жатыр деп. Сол қызды Алла тағала мені үйіме алып келді негізінде. Себебі мен күн түн жылайтын, Алла емші-шипаңды берші, Алла себепшіні берші. И сол қыз келді. Әуелі Алла, сосын сол себепші қыздың арқасында мен осы өнімдерге 100%-ға сенім білдірдім. Себебі мен андай, бұл өнімдер, кстати, БАДы емес, лекарство емес. БАДы лекарство дегеннен шаршағам шындығы. Вообще ондай мен бұрын қанша жыл жұмыс істедім. Ешқандай бір результат көрген жоқпын, дамыған жоқпын ол жерден. Ал мына жер келгенде маған үйреткен сабақтары, аудитория, қалай адам поддерживать етеді, қалай психологияны өзгертеді. Мысалға үйде отырған аналар кеткен ғой, енді кәдімгі проблемаға кіріп кеткен. Солар басқа әлемге кіріп кетеді, осы өнімдермен айналысатын болсашы, басқа, мүлдем басқа әлемге кіріп бақытты болады. 100%-ға иншалла. Сол енді сіз менімен жақсылап жұмыс жасасаңыз, мен YouTube'ты масқара жүргізіп кетсем, Құдай қаласа. Баршаңыз сәттілік тілеп қойыңыздар. Даже мен дайындалмастан, ештеңкені білместен келіп отырмын. Қазір ғана айтты, мен қарсылығым жоқ, ешқандай, әрине мен живой отзыв боламын ғой ел халыққа. Олай болған жақсы да, маған да бір жағынан жақсы. Мен каждый парақшам жүргізетін кез миын жеп отырамын ғой. Солай, иншалла бәрі жақсы болады деген ниеттемін. Ал олай болса, сіздер де Айзада ханымға сәттілік тілеп қойыңыздар. Жаңа айтқанымдай парақшаға тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.